Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Шымкентте опырылған Мәдениет сарай үйіндісінен студенттің мәйіті табылды. Медицина колледжінің 2-ші курс студенті оқиға болған сәтте ғимарат ішінде 16 және 18 жастағы өзінің 2 курстасымен бірге болған. Күні кеше Шымкенттегі паспортшылар сарайының төбесі опырылып, құлағаны хабарлаған деп жазды Айқын.kz. Отырар арнасының мәліметінше, бүгін ғимараттың үйіндісі астынан 18 жастағы студенттің денесі шығарылды. Сағат 22:30-да Шымкент құтқарушылары мен кинологтар 2005 жылы туған жасөспірімнің мәйітін үйінді астынан жарты метр тереңдікте тапқан. Медицина колледжінің 2-ші курс студенті оқиға болған сәтте ғимарат ішінде 16 және 18 жастағы өзінің 2 курстасымен бірге болған. Олар нысан құлаған уақытта қашып үлгерген. Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құрбанбектің айтуынша, бала ғимарат ішіне видео түсіремін деп кірген болуы ықтимал. Үйінді астында қалған студент Орта Азия медицина колледжінің 2-ші курсында оқитыны белгілі болды. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жер етушін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.